Ардақты ағайын, қадірлі елеліктер, сіздерді жаңа толқын жас ұстаздар қауымдастығының шәкірттері, жас артистер труппасы 27 наурыз халықаралық театр күні мерекесімен шын ықыласымен құттықтайды. Жас шәкірттеріміздің поэзиялық жыр шашуын қабыл алыңыздар. Актер деген кім? Актер Құдайдың берген мінезін қолтап ұстап ішінде, өшіру керек ол өзінің өзге адам болу үшінде. Гамлет боп та ойлайды, жүдетіп жұқа жүйкені, Яга боп та ойнайды, өзінен өзі жиіркеніп. Әр рөл өзі бір сабақ қояды кейде жындетіп. Күлкісі келіп тұрса да, біреу боп жылау міндеті. Өзінде көрген елді де, есіне мықты тандырып, өлетін рөл келді ме, өлуге тиіс нандырып. Селқостық көрсе бетінен, қояды ел сезіп табанда. Адамның бәрі шетінен. Артист боп кеткен заман ба? Бір қатар жұрттың жартысы қара тер болып жүр босқа. Бір басқа адам артисі, ал артист адам бір басқа. Қымбатты ауданымыздың өнер иелері, сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз.